Кинотеатрда көрсетіліп жатқан соңғы өте көп кассовый разрывпен көптеген адамның вниманиясын жинаған Майкл фильміне психологиялық разборды бірге жасайық. Себебі ол көп адамның вниманиясын жаулаған болса, ол уже белгілі бір қоғамның көптеген адамдардың травмасына тиіп, эмоциялық тұрғыдан бір әсер етті деген сөз. Ал бұл Майкл фильмінің айналасында өте үлкен ажиотаж болып жатыр. Біріншіден, итак, касса жағынан әрине жоғарғы не жиналып жатыр, одан бөлек ұзақ уақыт бойы бұл фильм көрсетілімде болып жатыр кинотеатрларда, және де кейбір адамдар 4 рет, 5 рет бұл фильмға барғандар бар, немесе тіпті тредста адамдардың барлығы жиналып, тура Майклдың жаңағыдай киім үлгісін киіп бірге барғандар да бар, представляете? Енді кеттік зерттеп көрейікші, неге бұл қатты бізге тиіп кетті, неліктен бұл соншалықты қатты бір өзінің несіне айналып кетті, да, үлкен бір знаменитость, үлкен бір неге эффект беріп жатыр бұндай, да, соған кіріп көрейік. Бірінші кезекте бұл фильмға кірген кезде әрине көзге түсетін үлкен тұлғалардың бірі ол әкесі. Бірден алғашқы кадрлардан бастап әкесі міндетті түрде ол көзге түседі. Енді получается, Майклдың өмірінде де әкесі өте үлкен рөл ойнады. Я оның осындай знаменитость болуына, осылай әсер етті, өте қатты әсер етті. И әрине бұл жерде көбісі, возможно, розовый очкимен, егер психолог болмаса, мен де солай қарайтын едім. Вау, такой сильный, ата-анасына қарамастан өз қалағанын жасады деп қана розовый очкимен кетіп қалуға болады. Но мы сегодня вместе с вами до конца этого подкаста, да, глубоко кіретін боламыз. Глубинно ішінде не жатыр, және де бұндай бала шынымен де бақытты бола ала ма деген бір сұраққа жауап беретін боламыз. Идем дальше. Кстати, тут напоминание, на самом деле бұл фильмдағы разбор, шынайы өмірде ол шынымен де қалай болғандығы белгісіз, сондықтан мен нақты фильмге жүгіне отырып разбор жасап жатырмын. Енді бірінші бұл жерде главный актерлардың бірі, главный адамның көзіне түсетін және де Майклдың өміріне өте қатты әсер еткен ол әрине әкесі. Әкесі қандай болып көрінеді ол жерде? Өте қатал, өте контролирующий, махаббатын көрсетпейтін және де жетістіктерді байқамайтын ата-ана рөлін сомдайды. Байқасаңыз, бұл рөл көптеген әкелерге тән рөл, және де бұрынғы поколенияларға қарайтын болсақ, көп адамның әкесі сондай болған, и это считалось в пределах нормы. И оны бірақ қабылдаған балалар әртүрлі. То есть әке барлығында бір жаңағы 5 ұлды қарайтын болсақ, немесе 4 ұлды ана жақтағы, бірақ әрқайсысы өмірінде әртүрлі жетістіктерге жеткен болады. Және де дәл қазір Майклдың стратегиясында қарайтын боламыз. Енді неліктен әке ондай рөлде болады? Бірінші кезекте, скорее всего, өзі де. Ну, там гипотез очень много. Бірінші кезекте бәлкім өзі сол махаббатты ала алмады деп ойлауымыз мүмкін, тағы да басқа нәрселер ойлауымыз мүмкін. Бірақ мәселе неге олай бола алмады емес, оның әрекеттеріне, одан кейінгі последствияларын қарайық. Мысалы, өте көп кадрларда әкесі Майклды қолданғысы келіп тұрғандығы көрсетіледі, және де көп кадрларда Майкл өзінің қалауын айтса да, оны естімей, елемей, әкесі өзі, Джозеф деп айтып жатады әкесіне, Джозеф өзінің қалауы бойынша жасатып жатады ана жақта барлығын. Енді және де психологиялық тұрғыдан, эмоциялық тұрғыдан да, сіз даже психолог болмасаңыз да, арасында неладные отношения байқалады. Ортада, конечно же, анасы играет такую роль, медиатор сияқты, там екеуін біріктіруге тырысады, бір нәрсе жасауға тырысады, әкесін басуға тырысады. Но все равно тут бәрібір медиатор қаншалықты ана ортада болса да, прямой контекст әкесі мен баласының арасындағы роль, да, сіздікі де әкесі мен қызының арасындағы роль, анасы мен қызының арасындағы роль секілді в прямом контексте адамның болашақ өміріне өте қатты әсер етеді. И бұл жерде әкесінде қазір мен бір сөздерді айту мүмкін, және соны дұрыс емес түсінуіңіз мүмкін, алайда психологиялық тұрғыда бұл нәрсе де бар. Яғни әкесінде зависть оянып жатуы да мүмкін. Неліктен? Себебі ол да өзі осы поп-звезда, поп-стар болғысы келеді. Алайда ол жетістікке жете ма? Өкінішке орай жетпейді. Және де оның кесірінен не істейді? Балаларынан көп нәрсе требовать етеді. Вроде бы әкесі балаларының жанғанын, от алғанын, күшті болғанын қалайды, алайда Майкл солардың ішінде ең қатты вниманияны алатын, ең қатты звезда, былайша айтқан кезде әкесінен де асып түседі. И оны көп сәтте көп ата-аналар қабылдай алмай қалады. Жалпақ тілде ойлауыңыз мүмкін, ой, қалай сонда ата-анамыз біздің әрдайым өскенімізді қаламай ма, неліктен кеп тұр деуіңіз мүмкін. Әрине, ата-ана
сознательно өзінің баласының өскенін, көп жетістікке жеткенін, мықты болғанын қалайды. Бірақ подсознательно адамның травмалары егер проработкадан өтпеген болса, өкінішке орай из-за того, что мысалы паспорттағы жасы 60-та болса да, бірақ ішіндегі детская травмалары проработкадан өтпегендіктен әлі 4 жасар, 5 жасар адам сияқты реакция жасауы мүмкін. И адам өзінің авторитетінің сынып жатқанын байқауы мүмкін. Мына жердегі Майклдың әкесі Джозеф та сол нәрсе байқалады. Он начинает чувствовать, что его авторитет ломается. И не істеп бастайды наперекор, одан бетер, еще хуже контроль қосып бастайды. Еще хуже Майклдың хабар болмастан көптеген нәрселер ұйымдастырып бастайды. Бұл Майклға әсер ете ме? Әрине өте қатты кері әсерін тигізеді да. Әрине бұл жерде Майкл да өзінің қырсықтығын қосып жібереді, одан бетер я докажу дейді, тур барысында мысалы әкесіне күтпеген жерден не жасайды да, жаңағыдай барлық аудиторияға айту арқылы бір әрекеттер жасайды. Неліктен? Себебі әкесінде де баласында да екеуінде бір зависть, екеуінің арасында бір соперничество қосып кетіп жатады да. И мысалы сол нәрсе, егер бұл нәрсе негізі да Майклда болып жатқан история, ата-ананың бұлай реакция беруі, по идее, күнделікті өмірде біздің қоғамда да өте көп кездесіп жатады. Неліктен? Мысалы ене өзінің келінімен жарысып, баласының вниманиясына жүгіріп бара жатады да. Неліктен? Себебі возрастная категория бойынша өз 50 жаста болса да, 60 жаста болса да, кезіндегі өзіміздің травмаларымыз проработкадан өтпегендіктен, кейбір гештальттарымызды жаппай алмағандықтан, өкінішке орай біз сол позицияға қайтадан кіріп кетіп жатуымыз мүмкін байқаусызда. И ол қанша курс оқысаң да, қанша кітап оқысаң да өзгермеуі мүмкін. Бұл жерде жалғыз ғана жол бар, әрине ұзақ мерзімді терапия арқылы бұны өзгерте аласың. И тут получается, баласының жарқырап жанып бастағанын көрген кезде Джозеф әрине іштей бір пиғылдары қосылып бастайды, іштей бір жаман ойлары қосылып бастайды. Оны қолданғысы келіп тұрады, оны баласы да сезеді. И тут между ними чувствуется вот такая вот условная любовь, да, то есть әкесі баласына сен результатқа жетсең ғана сені жақсы көремін, сен результат көрсетсең ғана сен маған керексің деген бір посылды жібергендей болады. Майкл да соны қабылдап алады, потому что он тоже ребенок, и дети в основном әкесі, анасы нені жіберсе, соны резко қабылдап алады. Енді әкесінде сол нәрселер пайда болады. И тут получается, чувствуется, что папа в моменте, да, чувствует, что его авторитет, в принципе, начинает падать, да, потому что Майкл становится сильным, он сам выгоняет из работы отца, да, на самом деле. И сол кезде он әкесі чувствует, что оның границасын басып жатқандығын и авторитет жоғалып баратқандығын сезгендіктен, ол да қатты агрессивно Майклға қарсы әрекеттер жасап бастайды. И тут получается, егер ата-ана өзінің психологиялық тұрғыдан өсуіне мән бермейтін болса, онда бала капризін көрсеткенде, өзінің мінезін көрсеткенде, немесе осы жарқырап бастаған кезде өзінің авторитетін түсіп бастағандығын, контролін түсіп бастағандығын сезу мүмкін, и наоборот атакаға, қырсықтыққа кіріп бастауы мүмкін. И тут получается, неде қарайтын болсақ, например, біздің өмірде бывает так, что бала келеді, 3 жасар бала, 4 жасар бала мысалы сізді ұруы мүмкін, да, немесе ата әжесін ұруы мүмкін. Сол кезде егер самооценкасымен проблемасы бар адам болатын болса, қалай реакция береді? Кімсің сен, неғып мені ұрып жатырсың, кәне тоқтат, какое ты право имеешь деп балаға сондай бір сөздермен баланы өз орнына қойып тастағысы келеді, да. А по факту бала ол кезде не істеп тұр? Балалығын жасап тұр, да, ұру арқылы ата-анасының бір вниманиясын алғысы келіп тұр, да. И ол кезде эмоционально зрелый родитель не істейді? Балам, қазір внимание қалап тұрсың ба, келе ғой жаным, құшақтайын сені, не болды деп солай бір принятие жасайды, да. Или, например, бала, допустим, егер әкесі мысалы өзінің несін эмоционально зрелый болмайтын болса, каждый раз егер самоутверждается за счет ребенка, то тогда, если ребенок начинает, например, делать свои выборы, өзінің бір күштілігін, өзінің бір ұшқандығын көрсетіп бастайтын болса, ондай кезде әке көбінесе басуға тырысады, кинодағыдай, да, там қатты бір реакция беруге тырысады, да. И өзін қадағалай алмайды, ұрып бастайды көп әкелер, өкінішке орай, да. Мысалы кинода да чувствуется, что Майкл где-то боится, вдруг он начнет меня бить. Возможно, и бил, просто кадрлар түспеген шығар бәлкім, да. И поэтому тут чувствуется какой-то страх у Майкла, вдруг мені ұрып бастайды, вдруг что-то со мной сделает, даже сөздерінде айтады, Джозефа никак не остановить, я это уже вижу, деген секілді. Поэтому тут уже видно, что родители из-за того, что не проработал свои травмы, начинают сильно прям
өзінің властін жоғалтып алғаны үшін қатты конкурировать етіп бастайды. Вот, и идем дальше. Майкл не істейді? Майклда үш түрлі эффект байқалады. Біріншісі, он жасы нешеге келсе де старается перепрожить то детство, которое он хотел. Например, в детстве ему не разрешали играться, көп уақытта ол көбінесе занимался, да, айтумен немен, да. И сондықтан жасы өскен кезде байқасаңыз, өзінің бөлмесін көрсеткен кезде там много игрушек он покупает, аттракциондарға көп барады, да, жаңағыдай әрекеттері көбісі, как будто он хочет восполнить свое детство. Первое последствие. Второе последствие, он хочет стать идеальным, да, и оны неден байқауға болады? Помните кадры, где он там постановкаларды, да, там альбомдарды шығаратын кезде до идеала доводит. И многие могут думать, что это какой-то перфекционизм, может его темперамент. На самом деле человек просто не может принять то, что уже есть, и он пытается что-то сделать, что-то доказать, еще лучше, еще круче, еще ярче. Тоже нарциссическая рана, и оно никогда не закрывается. И понимаете, этот человек внутри іштей мүлдем бақытты толыққанды сезе алмайды, потому что ішіндегі критик: бұдан да күшті жасай алатын едің, бұдан да мықты бола алатын едің, осы ғана ма жасағаның деген сияқты айтып тұрады. И внутренний критик, если честно, у многих включается. Например, те, кто гонится за идеальным материнством, например, да, или же өзінің жұмысында әрдайым іште внутренний критик қосылуы не зря. Бұның барлығы жан жақтан сигнал беріп тұрады адамға, и бұл адам полноценно бір сәттен бақытты болу, полноценно бір сәтке шүкір ету, полноценно осы сәттен ләззат алу дегенді қатты сезіне алмайды, өкінішке орай. Идем дальше. Третье, что он получает из-за этой травмы, как впоследствии, да, это он привыкает к условной любви. То есть безусловная любовь деген понятие оның миында мүлдем жоқ. Себебі оны кішкентай кезінен бастап не үшін жақсы көрді? Белгілі бір нәтиже үшін жақсы көрді. Оның бір звезда болғаны үшін жақсы көрді. Из-за этого ол өмір бойы просто так мені жақсы көруге болады деген понятие ол қалыптаспауы мүмкін балада. И сондықтан ол әрдайым іштей жегідей жеуіп жатады. Мен обязательно күшті болуым керек, обязательно бір нәрсе жасауым керек. Неліктен? Себебі сол кезде ғана меня не отвергнут деген. Ең ауыр нәрселердің бірі — это быть отвергнутым, да, на самом деле бала үшін. И иногда даже мынандай да сұрақ туындауы мүмкін: что лучше, что хуже, быть отвергнутым ребенком или когда тебя любят просто за достижение? Иногда достижение үшін жақсы көру де өте қаттырақ травма беріп жатады адамға. Конечно, басқа да травма комплектациясына барлығына қарау қажет, но көбінесе егер адамды бір жетістік үшін, көмек үшін, бір нәрсе үшін жақсы көретін болса, онда ол адам безусловная любовь дегенді мүлдем түсінбейді. Ол әрдайым обязательно мен бір нәрсе жасауым керек, сол кезде ғана менің досым көп болады, сол кезде ғана мені күйеуім жақсы көретін болады, сол кезде ғана мен балаларыма пайдалы боламын деп ойлайтын болады. И бұл адамдар тыпыршықтап мүлдем тоқтамай іштей бірдеңе жасауға тырысатын адамдар. Бұл адамдар скроллинг жасап, просто так демалу мүмкін ба? Иә, мүмкін, бірақ физически ғана жату мүмкін, мысалы мореда, бірақ іштей жегідей жеп жатады. Мен бір нәрсе істеуім керек обязательно, чтобы адамдарға пайдалы болу үшін, чтобы меня не отвергнули. Ол адам үшін, возможно, егер ол блог жүргізетін болса, стористардан бірнеше күнге кетіп қалу очень-очень страшно, потому что қайтып келгенде вдруг меня не примут, ойбай, мен әрдайым көзде болуым керек деген секілді неше түрлі қорқыныштармен өмір сүретін адам. И бұл үшеуі де жаңағы үш триггер айтып өттім ғой, Майклда пайда болған. Үшеуі де адамға өте ауыр, және де бұнымен надо как-то справляться, потому что если не справляться, то жизнь всегда будет казаться очень сложным. Қиналып жасау керек, жұмысқа барса да қиын, идеализацияға жеткізу керек, үйге отбасыға келсе де қиын, әрдайым махаббатты надо заслуживать, өз-өзіңмен қалсаң да қиын, потому что ты внутри перепроживаешь разные чувства, да, и ол есейген кезде де все это как-то каким-то боком шыға беретін болады. Ең қиыны біздің миымызда уақыт өткен сайын, жыл сайын сол травмалар еще глубже, еще хуже орнығатын болады. Егер маған терапияға 60 жасар адам келетін болса, және 30 жасар адам келетін болса, конечно, 30 жаста келсе, оған 10 сеанс жеткілікті болуы мүмкін, ал 60 жаста уже 10 сеанс түгілі 20 сеанс кейде жетпей қалуы мүмкін, потому что это уже глубинно отыра береді, тұрақтала береді, и оны шығару үшін
өте көп тереңнен жұмыс жасау керек болады. Поэтому, девчата, жизнь дается вам, чтобы вы каждый раз проходили бұның барлық бір этаптардан өте күшті хикметін түсініп, өте күшті бір нәрселерді өзіңізге алып, өсіп өткеніңізді қалағандықтан Аллах Тағала бізге неше түрлі өмірлік сынақтар беру мүмкін, өмірлік кризистардан өтуіміз мүмкін. И если честно, бұл проблемалардың барлығы само по себе не рассосется, и эмоциональный интеллект өзімен өзі жасың өскен сайын сенімен бірге өсе беретін нәрсе емес. Қанша примерлар бар, 60-тағы адамның 4-5 жасар баланың әрекетін жасайтын тез-кесат әрекеттер болып жатқандығы да бар. Егер біз сондай ене болғымыз келмейтін болса, сондай ана болғымыз келмейтін болсақ, да, и қазірден бастап өмірімізді қолға алғымыз келетін болса, онда нақты әрекеттер жасау керек. И ол үшін не просто какие-то курсики вам помогут, да, или же не просто какие-то книжки вам помогут, потому что олардың барлығы сенің бар жоғы 5% өмірлік сознаниең әсер етеді, да. Ал сенің подсознаниең өміріңе 95% әсер етеді. Представляешь? Поэтому, если давно думаешь, что все-таки мне надо проработаться, возможно, это видео для тебя сигнал. Если ты прям до конца посмотрела, то это уже точно, скорее всего, тебе какой-то знак, что уже надо что-то менять, уже надо что-то решать. И для этого ты можешь просто пройти долгосрочную терапию. Ол үшін инстаграмға жекеме жазсам болады, осы жақта комментарий қалдырсам болады, просто напиши слово терапия, и ары қарай уже я тебе помогу. Ал егер фильмнің разборы сізге ұнаған болса, осы разбор арқылы өмірге сәл болсын басқаша қарап бастаған болсаң, лүпіліңді аямай, себебі сен үшін бар жоғы тегін лүпіл болуы мүмкін, бірақ мен үшін өте үлкен продвижениеға көмектеседі. Бұл видеоны көбірек адам көруге көмектескен боласың. Үлкен рахмет. Келесі видеода дораманың разборын бөлісетін боламын, сондықтан подписка жасауды ұмытпа. Көріскенше.